кешегі жерлеу мәселесіне байланысты болып отыр ғой. Мен осыған байланысты заңнамаларды қарадым. Былай екен, Қазақстанда ешқандай діни ұйым немесе ешқандай дін өкілдері белгілі бір зираттарды иеленіп алып, ол жерге біз біреуді жерлетеміз, біреуді жерлетпейміз деп айтуға хақы жоқ. Барлық зираттар жергілікті әкімшіліктердің иелігінде, барлығы әкімшіліктердің иелігінде және ешқандай ұйымдардың жеке меншігіне зираттар берілмейді. Зиратқа жерлетпеудің бірнеше негіздері бар. Ол зират болған жағдайда немесе санитарлық эпидемиологиялық жағдайларға байланысты зиратқа жерлетпеу мүмкін. Алайда сол маңда, сол жерде өмір сүретін, сол аудан немесе сол ауылдың тұрғыны болып есептелетін кез келген адам сол жерде жерленуге хақылы, және оларға ешкімнің бұл жерге жерленуге хақың жоқ деп айтатын заңды түрде негізі жоқ. Сондықтан да мына біздегі мұсылман бауырлар, тыңдаңыздар. Заңға бағыну керек болатын болса, заңға бағыныңдар. Бағынбасаңдар, оңайтыңдар. Жаңағыдай отырып алып, меншіктеп алып, олай қумаңдар. Қазақстанда, мен айттым өткенде де, Қазақстанда бір діндерге арналған зираттар жоқ. Ол тек қана мәдени жағынан бір адамдар көп сол жерге жерленгеннен кейін солай аталып кеткен болуы мүмкін. Бірақ заң жүзінде ешқандай негізі жоқ. Бізде ешқандай діни ұйым жерді иемдене алмайды. Ол әкімшіліктікі, және әкімшілік тек қана бағанағындай зират толған жағдайда және санитарлық эпидемиологиялық, демек бір ауру, таралатын қауіпті аурулар болған жағдайда ғана сол жерде жерлетпеуге негізді болады. Және ол әкімшілік шешеді. Сол үшін де мына діни басқарма өздеріңіздің қызметкерлеріңізге, діни қызметкерлеріңізге ескертіп айтыңыздар. Халықтың арасына олай іріткі салып, олай бір-бірімен қырылыстырудың қажеті жоқ. Ешқандай имамның мына жерге жерленесің, жерленбейсің деуге правасы жоқ. Сендер айтуларыңа болады, жаназасын шығармаймыз десең, өзің білесің, сен ешкім зорлап қылғындырмайды. Жаназасын шығармаңдар, мұсылманша жүргізбейміз. Яғни сендер сол жүргізу процесіне араласпаймын десеңдер, өздерің білесіңдер. Бірақ соны жерлеуші адамдар өздері қай жолмен қалай жерлейтінін сендер айта алмайсыңдар оған. Сендер праваларың жоқ оларға өйтіп айтады. Діни басқарма, рекомендательный, тек қана кеңес беруші ұйым, діни басқарма ешкімге рұқсат беріп, ешкімге тыйым сала алатын құдіреті жоқ. Осыны біліп жүріңіздер. Маған сенбесеңіздер, заңдарды қараңыздар. Зират мәселесіне байланысты. Олар жаназа шығарған міндет болады. Жаназа шығармай-ақ қойыңдар, келмей-ақ қойсын имамдар. Бірақ сендер барып алып, сендер бұл бүйтпеңдер, сөйтпеңдер, ана жерге жерлеме, бүйтпе, сөйтпе деген әңгіме айтуға ақыларың жоқ. Bir күні қақтығыс болады, ол заңдық қақтығыс болатын болса, сендер міндетті түрде ұтыласыңдар, имамдар. Азор болып ұтыласыңдар. Әкімшілік ертең сендердің жақтарына шықпайды. КМДБ осы мәселеде егер еститін болса, КМДБ имамдарына осыны ескертіп айтсын. Бізде мұсылман зираты, басқа зираты деген жоқ. Кім қай аймақта өмір сүреді, қай ауылда өмір сүреді, сол жердің зиратына жерленуге хақы бар. Дініне, басқа да көзқарастарына қарамастан. Ана жаққа өртей ма, бүйте ма, сөйте ма, көме ма, жұмыстарың болмасын, крематорияға апара ма, басқа ма. Сендер өздерінің сөздерін жүретін, өздерінің мұсылмандарыңа кеңестеріңді айтыңдар, пожалуйста. Соларды бағындырыңдар, пожалуйста. Басқаларда жұмыстарың болмасын.